Ал сәлем, әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Әрбір көріп отқан қазағыма осындай тамаша үйлер жұғысты болсын. Бүгін біз сіздермен бірге қараңыздаршы. Соңғы заманауи жобадағы керемет Асар 2 мөлтек ауданындағы үйімізді обзор жасап жатырмыз. 8 соттық жер телімі, не деген керемет алдында ландшафт, мінекей озеленение қалдырылған, ар жағымызда баня дейсіз бе, жазғы санторап дейсіз бе, и толық 8 соттық жердің бәрі осындай керемет стильмен меңгерілген, игерілген, фундаменті өте биік. Үйдің көлеміне келетін болсақ, 17-де 21-ді құрайтын 360 шаршы метрден тұратын бір қабатты үйіміз. Мінекей обзор жасап жатырмыз. Барлық талапқа сай, өздеріне арнап салынған үй саламын деп жүрген достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Барша қазағым осындай үйлі болсын. Амин. Мінекей мынау біздің өте үлкен террасамыз, кухнядан шығып кететін өте үлкен панорамный терезе. Бұл жерде барлығы до мелочей продуманы, өздеріне арнап салынған үйіміз. Мінекей, бисмиллах, қош келдіңіздер. Кеттік бірге обзор жасайық. Мінекей тамыз. Ал үй саламын деп жүрген достарыңыздың бәріне жіберіп қойыңыз. Неге десеңіз, бұндай проект негізі біреу-ақ десек қателеспейміз. Міне тамаша кіреберіс, төбе биіктері 3,5 метр, толық жиһаздармен жабдықталған. Мына оң жағымызда мінекей полностью шкаф, гардеробная, сол жағымызда қонақтарға арналған осындай жуынатын санторап және прачечная, бәрі осындай үйлесімді, жарасымды, өте ыңғайлы жасалынған, өте үлкен отбасыға арналған осындай керемет тамаша проект. Мінекей холл бөлмесі үлкен, Г-образный. Қазір холлдан бұрын залды көрейік. Мына қараңыздаршы, не деген қонақ күтетін, мінекей дап-дайын жарқыраған зал бөлмеміз. Мінекей бұл жерде де толық жиһаздармен жабдықталған, екі бірдей мінекей өте үлкен люстра орнатылған, мына стол, стулья, и және мына жерде үлкен панорамный терезе, аулаға қарап тұратын осындай керемет проект. Әрбір қазағыма көріп отқан осындай үйлер бұйырсын, жұғысты болсын. Ал мынау жаңа айта кеткендегідей керемет Г-образный отбасылық холл. Негізі 5 бірдей жатын бөлмені 8 соттық жерге сыйғызу ол өте үлкен еңбек деп ойлаймын. Потому что мынандай 5 жатын бөлмесімен үй негізі кемде-кем кездестіріледі. Осындай керемет холл. Холлдан давайте ас бөлмеміз, мінекей. Өте жарасымды. Міне барлық жерде прям соңғы дизайнерский ремонтпен әдемі не жасап қойған. Қазір көрсетемін. Жапырақтарды прям келістіріп, жарастырып, жабыстырып қойған барлық жерде. Ал мынау біздің ас бөлмеміз. Қараңыздаршы, не деген үлкен кухня, столовая. Мына жерде отбасыңызбен рахаттанып, тамақтанып, мына жерде островок, полностью бұл жерде де керемет кухнялардың жиһазының бәрін до потолка орналастырған, техникамыздың бәрі дап-дайын, және де ар жаққа террасаға шығып кететін өте үлкен тереземіз, есігіміз бар, и панорамный терезе орнатылған. Кеттік ар жағында енді жаңа айта кеткендегідей бұл үйде 5 бірдей жатын бөлмеміз. Мынау осы үйдің үлкен қарияларға, апаларға, аталарға арналған осындай тамаша бір бөлме, 2 бірдей өзінің гардеробын жасаған. Көрпе төсек жинайсыз мына жерге киім кешегіңізді орналастыратын осындай апалардың өте кең бір бөлмесі болса, ал мынау әдемі арканың ішінде 4 бірдей осы үйдің отбасының жаңағы балдарға өздеріне арналған жатын бөлмелер. Мынау мастер спальня болып саналады. Бұл үйде 3 бірдей санторап, біреу кіреберісте, біреу осы мынау отбасыға арналған өзінің жеке санузелі бар. Ванная, то есть душевая, ар жағында гардеробный, үй егелерінің осындай кең әдемі жатын бөлмесі, жарасымды бар жерде жиһаздар, люстра, шторы. Ал мынау қыздарға арналған осындай принцессаға арналған әдемі жарасымды тоже детская комната. Мынау ұл балдарға арналған. Бұл арканың ішінде 4 жатын бөлмеміз бар. Мына қараңыздаршы, не деген тамаша проект. Төбе биіктіктері 3,5 метрден асады. Есіктері де прямо мына цветтерінде әдемі жарастырып жасаған.
Ал мына қонақтарға арналған, тағы да біздің қазақ болғаннан кейін қонақсыз үй болмайды. Бұл қонақтарға арналған бір жатын бөлме дап-дайын. Мынау осы жерге арналған үшінші жуынатын бөлмеміз. Мінекей қараңыздар, не деген жарқыраған үйімізді толық обзор жасадық. Ұнап жатқан жандарға барлығыңыз лайк басып, комментарий қалдырып, осы салған үй егесіне денсаулық тілеп қояйық. Баршаңызға Аллах нәсіп етсін осындай үй салу.